Сәлем баршаңызға, мен сіздермен бүгін дәмді вупи пай тортының дайындалу жолдарымен бөлісемін. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ең алдымен құрғақ қоспаларды араластырып аламыз. Ол үшін бізге ұн және какао разрыхительді қосып, барлығын араластырамыз. Қоспамызды бір шетке қоя тұра, кейін шоколадымызды және сары майымызды қосып, баяу отта ерітіп аламыз. Еріген массамызды бір шетке салқындатып қоямыз. Барлық заттарымыз бөлме температурасында болуы қажет. Кейін бөлек құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып салып, оған қантымызды қосып, көпіргенше араластырамыз. Массамыз аздап ағарып бастағаннан кейін бастапқы ерітілген шоколадымызды қосып, массамызды біркелкі болғанша араластырамыз. Массамыз біркелкі болғанда кейін осы сұйық араласпаға енді құрғақ араласпаны бір аз қасықтап жайлап салып араластырамыз. Дайын болған массамызды бір шетке қоя тұра, вупи пайдың формасын жасаймыз. Яғни біз дайын 24 сантиметрлік формамызды алып, оған пергамент қағазын төсеп, видеодағыдай етіп жасаймыз. Формамызды шешіп алған соң, пергаменттің үстінде дөңгелек пішінді сондай ізі қалады, немесе карандашпен белгілеп сызып алсаңыз болады. Дайын қамырды осы пергаменттің үстіне құйып, тәтті нандарымызды 180 градуста қыздырылған пеште кезек-кезек пісіріп аламыз. Нанымыз пісіп шықты. Нанның піспегенін осылай шпажкамен салып, тексеріп алсаңыз болады. Пісіп шыққан тәтті нандарды суығанша кремін дайындаймыз. Крем жасайтын ыдысымыз өте құрғақ болуы керек, және кремдердің барлығы өте мұздай болуы керек. Ол үшін біз творожный сыр креметтемізге қант ұнтағын қосып араластырамыз. Массамыз жақсылап араласқан соң маскарпоне қосамыз. Яғни маскарпонені кондитерлік магазиндерден таба аласыз. Осы маскарпонемізді қосып, барлығын біркелкі араластырамыз. Кейін массамызға сливкиімізді, яғни сливкидің майлылығы 33%-дан жоғары болуы қажет. Сливкиімізді қосып, қоюланғанша араластырамыз, яғни 3-4 минутта араластырамыз. Массамыз қоюланған соң, бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қоямыз, немесе бір түнге қойсаңыз болады. Дайын салқындатылған кремімізді алып, кондитерлік қалташаға саламыз. Яғни вупи пайдың арнайы насадкасын алсаңыз да болады. Кремімізді қалташаға тығыздап саламыз. Және тәтті нанның арасына тамшының формасын келтіріп құйып шығамыз. Осылайша айналдыра тамшыларды құйып, ортасына кремді тұтастай жаға салуға болады. Кремімізді толыққанды жақ болған соң, енді тәтті нанның екіншісін кремнің үстінен қойып, оған да дәл осылай тамшылар жасаймыз. Нанымызды видеодағыдай етіп, аздап басыңқырап, біркелкі реттеп аламыз. Осылай видеодағыдай етіп, тамшыларды құйып, нанымызды кезекпен кезек орналастыра бересіз. Кейін нанымыздың үстіңгі бетіне жеткенде 1 сантиметрге қысқартып аламыз, яғни толыққанды шоколад жағылып, әдемі болып көрінуі үшін. Кейін ганашын дайындаймыз. Бізге қара шоколад және сары майымызды, оған сливкиімізді қосып,
баяу отта ерігенше араластырамыз. Дайын болған ганашымызды суытып, торттың үстіңгі бетіне құйып, видеодағыдай етіп жасап аламыз. Қалауыңызша безендірсеңіз де болады. Вупи пай торты дайын, 2 сағат тоңазытқышқа саласыз. Тортымыз өте дәмді, әрі оңай жасалынады. Бұл нәзік әрі өте дәмді, тіл үйірмейтін вупи пай тортын өз қолыңызбен жасап отбасы мүшелерін қуантыңыз. Тортымызды кескенде наны өте жұмсақ, ішіндегі кремі өте нәзік болып шығады. Ендеше дәл осы рецептпен мерекелік күндерде дайындап, әртүрлі рецепттермен әртүрлі дәмді тағамдар жасап, туыстарыңызға ұнамды болыңыз. Әрдайым менімен бірге болып, әртүрлі торттардың, пирогтардың жасалу әдісін үйрене аласыз. Ол үшін төмендегі подписация бөлімін басып, тіркеліңіз, ас болсын.